Сәлеметсіздер ме, қалайсыздар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, маған қолдау көрсетіп кеттіңіздер. Мен бүгін сіздерге қуырылған түшпәраны жасап көрсетемін. Түшпәра жасалу жолы өте оңай, және жасайтын заттар да қолжетімді. Олай болса, бізге қажет заттар: жарты шай қасық тұз, 1 шай қасық қант, 200 мл жылы су, 2 жұмыртқа, 60 грамм май және електен өткен 500-600 грамм ұн. Ең алдымен мінекей өздеріңіз көріп отқандай суды құямыз. Оған дайындап қойған тұзымыз бен қантымызды саламыз. Одан кейін дайындап қойған міне майымыз дайын тұр. Дайындап қойған 2 жұмыртқамызды саламыз. Майымызды құямыз, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Өйткені суда тұз бен қантымыз еру керек. Мінекей араластырып қойдық. Енді осы ұнымызды салып қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ болып шығу керек. Өте қатты баспай, ақырын қолдың ұшымен ғана жұмсақ етіп қамыр илеп алыңыздар. Барлығын жинақтап, әдемілеп қамырымызды илеп қоямыз. Ұнды барлығын бірден салып жүрмеңіздер. Бірте-бірте салып, қамырларыңызды илеп алыңыздар. Бөліктерге бөліп салып отырыңыздар. Сонда қамырларыңыз тығыз болмайды, әдемі жұмсақ болып, жұмыс жасауға өте ыңғайлы, икемді қамыр пайда болады. Осылай барлығын жинақтап, мінекей қамырымыз дайын. Міне ұстап көрсетіп жатырмын, жұмсақ қамырымыз. Енді бұның бетін жауып қойып қоямыз. Кішкене 10-15 минутқа қойып қойыңыздар, арасына басып. Енді бұл дайын болғанша біз салмамызды дайындаймыз. Салмаға сиырдың фаршы менде тұз, бұрыш және пияз қажет. Мына жерде пиязымды аршып турап дайындап қойдым. Бұны қазір үккіштен өткізіп, осылай майдалап турап алатын боламыз. Менің барлық пиязым сыймай қалды. Қазір жұмыс барысында сіздерге үстінен де оны тағы да қосып үккіштен өткізетін боламын. Жұмыс барысында оны көрсете жатамын. Мінекей. Үккішпен пайдаланған жақсы. Маған өзіме ыңғайлы болғандықтан үккіштен осылай пайдаланып аламын. Міне енді осының үстіне жаңағы сыймай қалған пияздарымды салып, оларды үгіп аламын. Туралу керек осылай. Міне қалған жуамызды да үккіштен өткізіп жатырмын. Қазір енді барлығын қосып араластыратын боламын. Міне менің пиязым дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Осы дайын пиязымды алып, қазір фаршымның үстіне саламын, тартылған етіме. Мінекей, менде тартылған ет бұл сиырдың еті. Ешқандай тұздалмаған, тұзсыз. Осының үстіне бұрышыммен тұзымды салып қоямын. Міне қараңыздар. Барлығын салып алғаннан кейін жақсылап барлық бұны араластырып аламыз мұқият. Міне жуасын молырақ қылдым. Қазір біздің піскен кезде арасын ашып көрсеңіз, піскеннен кейін өте бір тәмді сондай түшпәра шығады. Міне фаршымыз да дайын. Енді жаңағы илеп ең қандырып қойған қамырымызды алып, осындай 4 бөлікке бөлдім. Ол 4 бөлігімді күлшелеп орналастырып, бетін жауып қоямын. Содан кейін өздерімен жеке-жеке жұмыс жасай беремін қалған қамырлармен. Міне көріп отырсыздар, жұмыс жасауға өте ыңғайлы қамыр болды. Созылмалы, нәзік, жыртылып қалмайтын. Даже бұндай қамырмен кішкентай балаң өз жұмыс жасап кетеретін шығар. Мінекей ұнымызды сеуіп, нанымызды ысып алдық. Мінекей осындай көлемде нандарымызды кесеміз. Қалай кесу керектігін қарап алыңыздар. Осылай жасасаңыздар түрі барлығы әдемі болып көрінеді. Сондықтан кішкене әдемілікке де мән берген дұрыс. Еңбектеніп пісіргеннен кейін әдемі болып тұрған дұрыс.
қыздар. Мінекей. Арнайы шетіне ирек түссін деп мен міне пицца кесетін құралмен кесіп жатырмын. Осындай көлемде кесе беріңіздер. Барлық нандарымды кесіп дайындап алып жатырмын. Қазір барлығын да сол дайындап алған нандарыма салмамды салатын боламын. Мінекей бұл қамырым өте жұмсақ, нәзік, әдемі болып шықты. Енді қазір сіздерге салмасын салып көрсетемін. Қамырларымды жайып алып жатырмын. Енді осыған салмамды салатын боламын. Негізі мына салманы да алдын ала жасап алғаннан кейін шариктарды іздеп домалақтап ішіне салатын қылып дайындап қойсаңыздар ыңғайлы болады негізінде. Әрі жабысқанда да жан-жағына жабысып қалмайды. Сол сіздерге бір лайфхак осы жерде дайындап қоюларыңызға болады. Менде асығыс болып дайындай алмадым. Егер асығыс болмасаңыздар дайындап алып міне осылай қиғаштап жапсырасыз. Жан-жағын басасыз. Енді артын қосып міне. Көрдіңіздер ме қандай әдемі болып шыққан. Міне. Жақсылап жан-жағын бекітіп тастайсыздар да екі жағын қосқан кезде осындай бір әдемі пішін шығады. Қолымызбен ақырын баса отырып жасап тастаймыз осылай. Енді өздеріңіз қалауларыңыз бойынша бұның формасын да өзгертіп жасауларыңызға болады. Өздеріңіздің қалауыңызға байланысты. Мен міне осылай жасап дайындап қойдым. Дайын тұр. Енді қазір осыны қызып тұрған майыма салып қуырып алатын болдым. Міне майым да қызып тұр екен. Бисмилля деп майға салайық. Майға салған кезде өте тығыз қылып салмаңыздар. 5-6 аудан енді менің тапам көлеміне қарай 6 дана салдым. Міне орын қалды. 7-шісінде салып жатырмын. Яғни мен 7 дана шпарамды салып қойдым. Екі жағын аударып, әбден қызартып, әдемі қылып пісіріп аласыздар. Міне бірінші жағында шеттері қызарып білінді, екінші жағына осылай аударып қойдым. Міне менің шпараларым дайын, ас болсын. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздің балаларыңызға, жолдасыңызға міндетті түрде ұнайды деп ойлаймын. Себебі менің өз отбасыма өте керемет ұнайды. Жақсы сау болыңыздар. Ас болсын.